Ассалаумағалейкум, әмеңізге мен өзімді таныстырып өтейін. Мен республикада, Қарақалпақстан республикасында құрақ өнерінің сақлаушы сипатында январдан бастап тізімге алындым. Енді сондан бері мектептерге осылай шеберлік сабақтарын өтіп жатырман. Әр мектепке барып, өзімнің білгенімше, мінекей құраған құрақтарымды әкеліп көрсетіп, үйретуге ерінбейтұғылығымды айтып, дөңгелектерге қатынассаңыз мен үйретемін деп барлық мектептерге кіріп, сөйтіп үйретіп жатырмын сіздерге, көз шырайлы қыздарға. Енді основной сабағымызға өтуге. Ассалаумағалейкум жасылар. Бүгін мінекей құрақ өнерінің шеберлік сабағын өтеміз. Құрақ өнері дегенді енді мен бірқатар түсіндіріп өтейін. Бұл қол өнері болып есептелінеді. Бұлда құрақ өнерінде мына құрақларды құрау үшін ми бірінші жұмыс істейді. Басымыздағы миымыз жұмыс істейді. Сана сезіміміз жұмыс істейді. Кейін ядлау қабілетіміз жұмыс істейді. Сонан кейін солардың бәрін жәмленген халда миымыз бір жақсы демалады. Құрақ бұл ата-бабаларымыздан, ата-әжелерімізден бұрыннан келтірген бұл өнер болып есептелінеді. Бұрында енді жоқшылық уақытларда, енді сіздер кішкенесіз ғой, еле білмейсіз, мен білгенімді айтайын. Жоқшылық уағынан басылап бұл құрақты құрап келген. Себебі қалған құтқан киімлерінен, ол уақытта кезлемелер болған, кезлемелер алып қиып тек алмаған. Ол таяр нелерді алғанда, қалған құтқан кезлемелердің қалған құтқаларынан бір-біріне үйкестіріп, геометриялық фигураларға салып, 3 мүйішілікке, 4 мүйішілікке, домалақ, сондай фигураларға салып, оларды бір-біріне сәйкеслендіріп, реңіне қойып, сөйтіп құрайтұғын болған. Сөйтіп, олар астына төсейтін көрпешелерін соққан, үстіне жамылған көрпе сипатында қала берді. Мінекей оқушыларға папкілер соғып берген, ол уақыттарда енді базардан алынбаған ғой. Сол үшін керек заттың бұйымның бәріне қалған құтқан затларды зая қылмай, экономлап, аналарымыз сондай, әжелеріміз сондай бір ұқыплы болған. Сол ұқыплылық бізге еле жетіп келатырды. Осы дәуірге шейін сол ұқыплылықпенен келатырмыз біз. Сол құрақты біздерде давам етіп келатырмыз. Енді соны кем-кем рауажландырып жатырмыз. Қазіргі уақытқа келсе, бұл кезлемелерді сатып алып, оны бизнес рауажландырып жатырмыз. Спиннерлерменен шұғылданып жатырмыз. Қала берді, бұл табыс көзге де айланып жатырды. Құрақтың түрлі түрін үйретемен. Себебі маған да жақсы. Сіздерде қызларды бейталап қылмай, бұлай жүрмей келіп үйренсеңіз, бір өнер елейсіз. Кімнен үйрендіңіз десе, сол білаймақымнан үйрендім деп айтасыз. Соның үшінен мен үйреткен тәуір көремен. Бұл көрпешелер. Өздеріңіз білесіз ғой, бұлар көрпеше екен, е? Көрпешенің ені 95 болады пақтаменен. Пақтасын салып сырғаннан кейін 95-97 болады да, екене 90-ға түседі, ұзынлығы 2-20 болады. Бұл шиғырақ деп аталады. Мінекей нақысы шығып тұрды. Міне ортада центрдан міне көк, насвет, құласы осындай гүл шығып тұрды. Дұрыс па? Көрдіңіз, мұны үшеуін қойсаң, бір көрпеше шығады. Ернегіне көкті қойыппан, міне ортада көк болғаннан кейін, көкті қойғаннан кейін сұлу болып, осы көрпеше тайын болып тұрды. Алып көрсетейін ма? Міне, көрдіңіз ба? Сұлық көрпеше шықты ұзынына. Енді қабырға құрақпенен безелген. Мұна 4 сантиметрден қиылған, тауармен қиылған неміз, кезлемемен қиылғанымыз 4 сантиметрден бұл қабырға құрақ болып аталады. Мұна жұлдызша шығып тұрған жері қабырға құрақ. Мұнау қадімгі 3 мүйішіліктен құралған құрақ. Бұл 3 мүйішіліктен құралған қабырға құраққа жұлдызша құрағымызда біріккен болып есептелінеді. Папкілер сатып ала алмаған, сөйтіп сумка тігіп берген деп, мінекей мынандай сумкілерді, папкілер тігіп берген. Сондай елдеріне салып, ішіне кітапларын, нелерін салып, сол көтерген. Енді мектепке кетірғаннан кейін мен осы сумканы алып келдім да. Басқа да дәскелер бар. Мысалға, бұрыларда, диваларға
нелерді шайқалта, көртеше, олардан бөлекте үй өзгершілігіне пайдаланған, көкне асханаларға пайдаланған кергілер болған бұрында. Қасық табақ салатын кергілері болған, отдельно қасықларын салатығын, басқа жерлерін салатығын кергілер болған, дорбалар болған. Қалаға базарлағанда енді мынандай үлкен сүмкілерді көтермей дорбаларға салып былай асынып та барған. Сондай біздердің қолданатұғын уәжілерімізде болған. Солардың бәрін сол қалған құтқан тауарлардан тігіп, бір-біріне үйлестіріп, жаңа айтқандай іреңлеріне сәйкеслендіріп, сөйтіп пайдаланған. Ал енді біздің келіп, мінекей мынандай қазір тұртты әмме зат базардан алып, безлемелерді алып, бір-біріне масластырып, мінекей осындай құрақларды шығарып, тағы да қызлардың жасауларына қосып, басқа шыққан балаларға көрпе-төсектеріне қосып, құралып кетсін, осы құрақтың ішіндегі гүлдерде жайнап, жасынап өмір сүрсін деген мәністе осындай құрақларымызды беріп жатырмыз, көрпе-төсектерімізді. Енді мынау көріп тұрғаныңыздай бұл жамылатуында пайда болады. Мысалға істей берсең болады. Біз кейінгі мына құрағымызды бұны да сол суреттен, интернеттен көрдік. Малика біледі бұны, қиғанбыз. Сөйтіп үйде отырып құрақ қылып шығардық. Мінекей істесең болады. Қадімгідей суреттен көріп отырып, размерлерін шығарып, ұсынында құрадық. Мінекей түйе көз құрағы мына ернекте, бұл көрпешенің ернеклеріне қойылатығын түйе көз болып есептелінеді. Қандай құрақты шығарсаң да ернегіне бір сондай нағысыларда немаса қошқар мүйізден қойсаң, ернегін айландырып, сөйтіп айландырып қойып жіберіп, ізіне кереклі мынаның ішіндегі материалды кезлемеден бар неден қойып, былай шетін қойып жіберсең, кейіннен сұлу көрпеше шығады. Шетіне материал қоймасаң, сұлу болмайды. Соның үшін шетіне однотонный реңлі материалдардан қоямыз, сонда сұлу болып шығады. 8 сай деп аталады құрағымыздың аты. 8 сай деп өз аты да айтып тұрды, көрдіңіз ба? Бұның тігуде аңсат, қиын емес. Бұл да 3 мүйішліктен құралады. Құрақ өнерінде, құрақ құрағанымызда біздің құрақтың түрлері көп. Мысалға, мен атап өтейін. Қошқар мүйіз, қошқар мүйіз құрағы бар әне. Көріп тұрсыз ба қошқар мүйіз ана жерде? Ең көп ұшырасатығын бұл қошқар мүйіз құрағымыз. Кейіннен қарға тұяқ деген бар. Жаңа айттым ғой, түйе көз құрағымыз бар. 8 сай, мінекей 8 сай құрағымыз бар. Шүй құрақларымыз бар. Жұлдызша құрақ. Қандай? Жарғы төс, қабырға құрағымыз бар. Әрқилы құрақтың түрі көп. Тағы да құрақ көрпеше әмеңіздің үйіңізде бар шығар, е? Құрақ көрпеше бар ғой, е? Қане кімнің үйінде құрақ көрпеше, құрақ көрпе бар? Құрақ дастық. Бұның әрқайсысы әрқилы. Айтың? Енді шүй құрақлар бар, одан кейін гүлжайды бар, одан кейін жарғытыз құрақлар бар ғой, әртүрлі құрақлардан, андай кеземелердің құрақларына келіп шыққан. Шүй құрақлар бұл жаңағы енді қыз-келіншектерге ұзатқандарда құралып кетсін деген мақсатында береді. Ол әрбір үйде бір ұшырасатын жаңағы. Әрбір үйде болады. Сіздің үйіңізде де бар ма құрақ көрпешелер? Бар. Мен кішемді ұзатып алып келгенде құрақ көрпешелер берді. Осымен бүгінгі шеберлік сабағымызды жұмақлаймыз. Тағы да шеберлік сабақларымызда көріскенше деп қаламыз.